Көріп тұрғаныңыздай, бүгінгі видео бізде кукинг болады. Бүгін біз 3 түрлі печенье жасайтын боламыз. Бірі-біріне сұлу және де өте дәмді печенье жасайтын боламыз. Ал сендер осы видеоны конца көріңіздер, бағалап кетіңіздер, сендер де жасап көріңіздер. Ал онда осы видеоны бастайық. Барлықтарыңызға сәлем, достар, Оспанова каналына қош келдіңіздер. Достар, және де бүгінгі видео описаниеда көріп тұрғаныңыздай кукинг. Және де достар, осындай 3 түрлі печенье жасайтын боламын. Осы видеоны конца көріңіздер, бізді қолдап кетіңіздер. Және де мен 3 печенье жасамастан бұрын осыған 2 таба керек болатын болады. Негізінде 3, но осы табада менде ұн бар. Вот соның үшін басқа заттар, бұл бізде дрожь, және де бізде песок, масло, шоколадтар. Сосын осындай 2 шоколадты тек басқа печенье алған болатынмын, разрыхитель и последний бізде жұмыртқа. Ал достар, онда бастайық. Ал достар, мен осындай печенье жасайтын боламын. Оның үшін бізге 1 жұмыртқа керек болады, және 7 қасық песок. Сосын осының барлығын араластыратын боламыз. Достар, сосын осындай қасықпенен 2 мәрте құятын боласыздар. Атын қайт айтуын білмедіңіз, үшін қасық деп айта бердім. Сосын кішкене разрыхитель салатын боласыздар. Сосын бізде ұн осыны алып істейтін боласыздар. Және достар, қамырымызды 5 минут қойып қоятын боламыз. Ал достар, мен екінші печеньеме кірісіп кеттім. Осындай американо деген печенье. Табамызға осындай қылып, жылы қылып, сармайымызды құятын боламыз. Ертіп, сосын ғана 7 қасық сахар салатын боламыз. И потом оның үстіне маек жарып, осының барлығын араластыратын боласыздар. Сосын кішкене разрыхитель салуды ұмытып кетпейміз. Және де последний бізде ұн. Осындай алып, және істейтін боласыздар. И қамырымыздың үстіне осындай алып шоколад салатын боласыздар. Өте күшті дәмді болады. Сосын барын араластырып болғаннан кейін 5 минутқа қамырымызды қойып қоятын боламыз. Ал достар, енді біздің 3-ші печеньеміз рогалики. Осын істеу үшін бізге осындай ұн керек болады. Дрожь, сахар және 2 жұмыртқа. Бірінші біз осындай 2 жұмыртқаны жарып алатын боламыз. Сосын 3 қасық сахар салатын боламыз. Сосын бізде 1 қасық дрожь и 2,5 жылы су. Сосын ғана подсолнечное масло кішкене құятын боламыз. Осының барлығын араластырамыз. Енді осыны да 5 минут қойып қоятын боламыз. Ал достар, енді біздің бірінші қамырымыз ашыды. Енді осыны қолымызға домалақтап алып, оны кружочка қылып, үстін басып, үстін вилкамен басып істейтін боламыз. Түсінген болсаңыздар. Сосын оның үстін безеп шығатын боламыз. Ал достар, енді біздің печенье осындай болып шықты. Енді осыны духовкаға 250 градусқа қойып қоятын боламыз. Енді біздің екінші қамырымыз ашыды. Бізде американо деген печенье. Біздің қамырымыз ашығаннан кейін осы жерге шоколадтарымызды кесіп алатын боламыз обязательно. Сосын ғана қамырымыз осындай кружочка істейтін боламыз и үстіне шоколад қоятын боламыз. Ал достар, дайын болды. Енді осыны духовкаға салатын боламыз. Ал достар, енді біз 3-ші печеньеміз кірісіп кетеміз. Бізде ол рогалики. Енді осыны жайып, сендерге көрсететін боламын.
Ал достар, енді үшінші печеньемізді духовкаға салатын боламыз. Вау, достар, көріп тұрғаныңыздар, өте прям пышный, күшті болып пісті. Қараңыздар, сендер жасап көріңіздер. Біздің екінші печеньеміз американо. Осындай болып пісті. Прям күшті айта алмадым, зор. Өзіміз жеп көрдік, сендер жасап көріңіздер. Вообще прям зор енді. Ішін ашып бәрін көрсіп жатырмыз. Үшінші печеньеміз. Бұл вообще атпады. Прям өзіміз осылай қылып безеген болатынбыз. Өзімізге қатты ұнады. Сендер жасап көріңіздер. Біздің подписчигімізді тезірек 3000 подписчик тастаңыздар. Всем пока!